Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осы аяқ киімді тоқитын боламыз. Аяққа өте жайлы және әдемі тұрады. Мен 38 размер ақтабан алдым. Және осындай түсті шіп алдым. Крючок 1,5. Енді сабағымызды бастаймыз. Осы арт жағынан мынау дәл ортасы. Осы жерден 1, 2, 3, 4, 5 яшыққа кіргізіп, осы жерден осынша жіп қалдырып, осы жерден яшыққа, бірінші яшыққа біреу тоқимыз, екінші яшыққа екеу тоқимыз, үшінші яшыққа үшеу тоқимыз, біреу, екеу, үшеу. Мынау үшінші яшыққа екеу тоқимыз. Біреу, екеу. Бірінші яшыққа біреу, екінші яшыққа екеу, үшеу, екеу, үшеу. 2, 3, 2, 3 қып айналдырып, осы жерге алып келеміз. Оны айналдырып, осы жерге алып келдік. 2, 3, 3, 2, 3, 2. Мынау 3-тен аяқталады. 1, 2, 3. Осы жерден аяқтаймыз. Екітіп көтереміз. Енді осы аяқтаған жерімізден осы бетіне 19 тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Осы жерге шейін тоқимыз. Бұрышына келдік. Ілмегімізді іліп қоямыз. 19 болды менде. Енді жібімізді қайттан артқа келіп, алды жағына қарай артынан алып келіп, осы бастаған жерімізден жерден бастаймыз. Жерден жұмыс жібімізді алып, шығарып тоқимыз. Осы бірінші тоқығанымызды қайта тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу. Осылай мынау астыңғы яшықтан күрчегімізді кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күрчектегі 2 жіптен жұмыс жібін шығарамыз. Тағы арасына, ең астына кіргіземіз. Осы жерден шығарамыз. Күрчектегі 2 жіптен өткіземіз. Түбіне күрчегімізді кіргізіп, жұмыс жібін шығарып, күрчектегі 2 жіптен шығарамыз. Дәл осылай осы бетке шейін тоқимыз. Ілмегімізді осы жерге іліп қойдық. Енді жұмыс жібімізді қайтадан оң жағына қарай шығарамыз, артынан алып келіп. Енді осы жерден 5 яшық, мұнан санамаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 яшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарамыз және көтереміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Және бұрышқа біреу тоқимыз. Келесіге қысқа тоқимыз. Келесіге ұзын. Келесіге қысқа жанына тоқимыз, қысқасын. Ұзынын мынау бірінші қатарымыз бар, соның астыңғы жағынан алып, ұзын тоқимыз. Келесіге қысқа жанынан тоқимыз. Келесіге ұзын түбінен аламыз. Сонда бізде үшінші қатарымызға ұзыны түседі. Үшінші қатарды да астынан аламыз. Ұзын, келесісі қысқа. Дәл осылай осы жерге шейін алып келеміз.
мына бұрышқа келдік. Менде мынау 23 болды. Қысқасы, енді 24-ші мынау осы ілмек тұрғанның астына алып, жұмыс жібімізді шығарып, ілмектегі жіпті бірге қосып, ілмегімізді алып, осы 3 жіптен, 1, 2, 3, үшеуінен біреу шығарамыз. Және осы бетіне 5 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Ілмегімізді іліп қоямыз. Дәл осылай екі шетінен 5-5-ден қосып, мына шетінен 5, мына шетінен 5 қосып, 7 қатар тоқимыз осы жерге шейін. Мінекей 7 қатар тоқыдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мынау әр шетінен 5-5-ден қосып, екі шетінен мынау 6-шы қатарға келген кезде осы жерден мен 7 алдым. Мына басынан 3 алдым. Теңестіріп екеуін. Осы жерге шейін менде 84 болды. Енді осы жерден ары қарай алды жағын жаймен тоқимыз. Күршегімізді кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, 1, 2, жаймен үстіп тоқып, осы жерге шейін алып келеміз. Мінекей жаймен тоқып, осы бетіне алып келдік. Енді менде осы жерде алды 46 болды. Мынамен 46. Енді осы жерден ары қарай мынау қысқа, ұзын, қысқа, ұзын, қысқа. Осылай тоқып, айналдырып, осы қарама-қарсы бетіне шейін алып келеміз. Айналдырып әкеліп, осы бетіне шықтық. Енді осы жерден қысқамен аяқталды. Осы жерден мынау бірінші неден асты жағынан ұзын аламыз. Жанынан қысқа аламыз. Асты жағынан ұзын аламыз. Жанынан қысқа аламыз. Астынан ұзын аламыз. Жанынан қысқа аламыз. Дәл осылай тоқып, осы жерге шейін алып келіп, және осындай неден 4 қатар тоқимыз. Аяқ киіміміздің тоқып, осы алдыңғы қатарын 4 қылдық. Осы жерден мінекей көрінеді. Мына жағы 4, мынаусы 3 болып тұр. Соны 4 қып теңестіреміз келесісін. Мінекей мынау 4 болды. Мына жағы да 4 болды. Енді осы жерден мынау келесіне қысқа алып, ілмектегі жіптен өткізіп, жіптің ортасынан өткізіп, осы жерден бітейміз. Және осының ана жібімізді артқа апарып, артқы жағынан мынау подиумын көтереміз қазір. Енді осы жерден дәл ортасын тауып, осы жерден, осы белгіден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-шы яшқа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, көтеріп, және осы жерден 19 ілмек тоқимыз. 4, 5, 6, 19 тоқып, осы жерге шейін алып келеміз. 19-ын тоқыдым, ілмегімді іліп қойып, осы жерден жібімізді артынан алып, осы жанын алып келеміз. Енді осы жерден 1, 2, 3, 4, 5, 5-ші яшқа кіргізіп, осылай жұмыс жібімізді шығарып, біреу көтереміз. Және осы жерден 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде 6-шысы,
жетіншісі. Осылай екі шетінен бесеуден қосып, 3 қатар тоқимыз. 3 қатарымызды тоқыдық. Мынау біреу болып саналады. 1 5 қостық, 2 5, мінекей 3 5 қостық. Енді осы жерден осы бетін туралаймыз. Мінекей осы сызық бірдей болу керек. Енді осы жерден мына жібімізді тартып, осы жерден бекітеміз. Бекітіп, осындай үшеу көтерсеңіздер, осындай подъемы, осы аяқ киіміне арт жағы өшер бізде. Өшерін жақсы ұстап тұрады. Осымен бірінші сабағымыз аяқталды.